Бәріне сәлем. Әлемдегі иттердің түрлі тұқымдары көп. Олардың арасындағы сүйкімді, қауіпті, тіпті агрессивті иттер де бар. Агрессивті иттерге тек қана күрес тұқымдарының өкілдері ғана емес, сондай-ақ кейбір күзет иттері де жатады. Кейбіреулер мұндай рейтингтердің ақылға қонымсыз жасалатындығына сенеді. Себебі иттің қауіптілігі оның қалай өсіргеніне және қандай ортада өскеніне байланысты. Дегенмен, кейбір ит тұқымдарына қатысты бұл тұқым иті шабуыл жасағысы келсе, жәбірленушісіне елеулі зақым келтіргенін нақты айтуға болады. Бұл рейтингті осы қағида бойынша құрдық. Ендеше бастайық. Сібір хаскиі. Көп адамдар үшін бұл ит тұқымы өте сүйкімді. Тұңғиық теңізде әдемі көгілдір көздері бар көңілді ит деп есептеледі. Алайда, бұл иттер әлемдегі өте қауіпті тұқымдардың бірі болып табылады. Хаски агрессияны аяқ астынан дереу білдіреді. Әдетте бұл иттің психикасының бұзылмауына байланысты. Хаскилер өте қауіпті, себебі өзіндік еркіндік сүйгіш мінезге ие. Бұл туралы ит ұстаушылар осындай ит тұқымынан кішкентай пәтерде өсіріп ұмытып кетеді. Хаскидің өзінің арғы шығу тегі қасқырлармен ұқсастығы кездейсоқ емес. Олардың адамдарға шабуыл жасаған 56 фактісі белгілі. Бұл тек бізге мәлім тіркелген оқиғалар. Шын мәнінде ондай шабуылдар әлде қайда көп. Неміс овчаркасы. Бұл тұқым табиғаттың өте агрессивті болып келеді және қорқынышты мүлдем білмейді. Көптеген жаттығулар итке ашу ызасын бақылап, оны тек кейбір адамдарға ғана шығаруға үйрете алады. Неміс овчаркасы негізінен күзет иті деп саналады, бірақ көбінесе оны үй жануар ретінде ұстайды. Тиісті дәрежеде қамқорлық пен тәрбиелеу болмағанда, овчарка өте агрессивті болуы мүмкін. Неміс овчаркасын тістеп алу адам денсаулығы үшін ауыр зардапқа келуі мүмкін. Сондай-ақ, ол кекшілділігімен және ызаланғыштығымен ерекшеленетін және өз иесін ренжіткен адамнан өш алуы мүмкін екендігін айта кету керек. Ротвейлер. Ротвейлердің қара жирен күшіктерінің қаншалықты сүйкімді болғанымен, ол ит тұқымы үстелдің астында тыныш жатуға немесе балалармен бірге ойнауға арналмаған. Ротвейлерді біздің заманымызға дейін 6 ғасырда асырап бастаған және сол кезде олар Месопотамия тұрғындармен бірге арыстан аулауға шығып және үй күзеткен. Ротвейлер батыл, ештеңеден тайсалмайтын және өте агрессивті ит тұқымы. Егер олар өз иесінің тарапынан беделді сезінбесе, оны таңдамауы мүмкін. Ал дұрыс үйретілмеген немесе тәрбиеленбеген жағдайда өте қауіпті және қадағаланбайтын болып шығады. Кейбір елдерде бұл ит тұқымына тыйым салынған. Питбуль-терьер. Бүгінгі күні питбуль-терьер ең агрессивті иттердің бірі болып саналады. Олар биыл ғана болған 22 адамның қайтыс болу оқиғасына тікелей кінәлі. Бұл иттің агрессивті мінезін басу үшін сіз оны тәрбиелеу мен қолға үйретуге елеулі көңіл бөлуіңіз керек. Әлемнің көптеген елдерінде бұл ит тұқымдарына заңмен тыйым салынған. Бұл тұқымның пайда болу тарихын көңілді деп айта алмаймыз. Олар 19 ғасырдың аяғында өсірілді. Өйткені бульдогтар өте зұлым болғанмен қарамастан, қолапайсыздығына байланысты әрдайым иттер төбелесіне жеңіліп қала беретін. Сондықтан адамдар оларды әлдеқайда епті ит тұқыммен будандастырып жетілдіргісі келді. Бульдог пен терьерді будандастыру кезінде алынған бұл ит тұқымы өте күшті және агрессивті болып шықты. Зерттеулерге сәйкес, бір жыл ішіндегі бұл иттердің балаларға жасаған шабуылдардың 94% негізсіз болғаны анықталды. Бұл көрсеткіш басқа ит тұқымдарымен салыстырғанда 2 есе жоғары. Кавказ овчаркасы. Бұл ит тұқымы ең агрессивті емес, бірақ ол өте қауіпті болып табылады. Сондай-ақ, ол ең ежелгі ит тұқымдардың бірі болып саналады. Ол өте күшті және керемет ит. Кавказ овчаркасының пайда болуы туралы нақты ақпарат жоқ, бірақ сыртқы ұқсастығы, мінез құлқы және ішкі құрылымдарын байланысты олардың шығу тегі қасқырлар мен қорғау қасқырлары екендігін туралы дәлелдер бар. Кавказ шопандары кез келген ауа райы жағдайларына төзімді болатын ит тұқымын шығаруды қалады. Ірі және өте күшті бұл иттер шопанның адал көмекшісі және сенімді қорғаушысына айналу керек болатын. Олар таумен ұзақ сапарға төзімді болады және төмен температура жағдайында өзін керемет сезінді. Алайда, тиісті түрде үйретілмесе, бұл ит тұқымдары өте қауіпті болуы және еш себепсіз адамдарға шабуылдауы мүмкін. Кавказ овчаркаларының әлемдегі ең ірі ит тұқымдарының бірі екендігін айта кету керек. Бұл иттердің шабуылдарының 60% өлімге әкеледі. Бүгінге осы. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео туралы өз ойларыңызды жазыңыздар және әрине, жаңа видеоны жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Келесі кездескенше.